Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай асқабақ қосылған дімлема жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма подписация батырмасы арқылы тіркеле кетсеңіздер, және де қолдауларыңыз ретінде видеоның соңына дейін тамашалап, лайктарыңызды баса кетсеңіздер. Осылай алдымен асқабағымызды сырттан аршып тазалап алғаннан кейін осылай үлкен бөлікке бөліп шығатын боламыз. Енді бізге ет қажет болады. Етті де осылай үлкен көлемде етіп турап алатын боламыз. Және қазанымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне сұйық май құйып, етімізді қуырып алатын боламыз. Араластырып отырып, жақсылап қуырамыз. Енді бізге бір пияз керек болады. Осындай төртке бөліп, жіңішке етіп турап аламыз. Оны да еттің үстіне салып, жақсылап пияз екеуін қуыратын боламыз. Қазанның астындағы от орташа болу керек. Пияз қосып, жақсылап тағы да араластырып отырамыз міндетті түрде. Ендігі кезек бір сәбіз керек болады орташа көлемде. Оны осылай домалақ етіп, жіңішкелеп турап шығатын боламыз. Және де пиязымыз қуырылғаннан кейін осы сәбізді салып, тағы да араластырып отырып қуырып аламыз. Бір-екі минуттай араластырып қуырғаннан кейін бір ас қасық томат пастасын салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Әр көкөністерді салған сайын 1 минуттан араластырып қуырып алғандарыңыз жөн. Енді осының үстіне үлкен етіп туралған 2 бөлікке бөлдім мен үлкен картошкелерді. Ұсақтарын сол домалақ көйінше салдым. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді бізге 40 қабат керек. 4-ке бөлгендегі 1 бөлігін. Осылай оны да үлкен етіп турап, қазанымызға саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менде мұздатылған горох болған, фасоль деп аталады, және мұздатылған тәтті болгар бұрышы болған. Соларды қостым. Егер де сіздерде балғын түрі болатын болса, солай қоссаңыздар да болады. Оларды да жақсылап араластырамыз. Осының үстіне кептірілген чеснок салдым, сарымсақ. Қара бұрыш себеміз дәміне қарай, және дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, көкөністеріміздің барлығын салып болғаннан кейін ең соңынан асқабақты салатын боламыз. Асқабақты міндетті түрде ең соңынан салыңыздар, өйткені ол тез піседі, және астына салатын болсаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан ең соңынан бетіне қарай саласыздар қазанның. Асқабақты салғаннан кейін кішкене осылай араластырып жібереміз. Енді осының үстіне көкөністеріміздің бетіне дейін батып тұратындай етіп су құятын боламыз. Және көк жуаның жартысын турап салдым.
укроп салсаңыздар да болады және де. Енді осының үстіне үлкен ас қасықпен қант салатын теуіп шығатын боламыз асқабақтардың үстіне қарай. Сонда асқабақтарымыз дәмді болып шығады, ерекше дәм беретін болады. Осылай кішкене араластырып, бір қайнағаннан кейін бетін жауып 40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Жай отта ұстайтын боламыз. Мінекей дімлямамыз дайын, өте дәмді шықты. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен Жұлдыз. Сау болыңыздар.